Қазір мен қараңғы қапаста отырғандаймын. Жүрек басының запыран зары өзімді қоярға жер тапқызар емес. Адам сезімінен өткен құбылмалы да, тұрлаусыз не бар дейсің бұл жалғанда. Оның теңіздің тасуымен қайтуы тәрізді құбылмалы, толқын сияқты аумалы төкпелі, үйірімді судай шамырқанғыш, жел сықылды еспе, құр құйыны сияқты құтырма екенін біле бермейтінге ұқсаймыз. Әсіресе әйел байғұстар осының бәрін бір қазыққа күрмеп тұрып, байлаймын деп жанын салады. Осының бәрі өкпе желді қапқа тықпақ болғандай бос әуре емес пе дегенде ой келеді кісіге. Сенен айырылғаннан кейін бәрінен де жұрдай болдым. Енді менің сүйген адамым да, асқар таудай қорғадым да, қысылғанда қол ұшын берер риясы жан досым да, үміт артар өмір серігім де жоқ. Кең дүниеде сопайып жалғыз қалдым. Жабадан жалғыз қалдым. Өзекті жан үшін жалғыздықтан жаман, жалғыздықтан жапасынан ауыр не бар дейсің бұл қу тірлікте. Құр түрі жүрмін демесем, әкем өліп жетім болдым деп жүрсем, нағыз жетімдік жалғыздық екен ғой. Мен сияқтылардың ең мықты емшісі уақыт деуші еді. Маған оның да ешқандай септігі, жәрдемі тиер түрі жоқ. Пәлендей ем-дом жасай алмадым-ау деп қорқам. Ақыл сабырына салып, іштегі өртті сөндірмек болсам, ол үстіне бензин шашып, оттан бөтер лапылдап өрши түседі. Бой берер емес. Өне бәлекет. Өткен жетіде мен бір жаман түс көрдім. Түсімде залды тазалап, сыпырып, сүртіп жүр екенмін. Ондағы үлкен үстелдің үстіне шығып, төбеде тұрған хрустель ханделді сүрте бастағанымда, ол қапелімде түбінен үзіліп жерге түсіп, быт-шыты шықты. Мұндай қапаланбаспын, мұндай өкінбеспін. Ол қанделдің өте қымбатқа түскенін айтпағанда, осы үйдегі өзіме қатты ұнайтын бірегей заттығын. Әне, бір жылдары профессор екеуміз Чехословакиядағы Карловы Вари курортына барғанда әкеліп едік. Ояна кетсем, түсім екен, әйтеуір. Сонда да өз-өзіме сенбей, түн ортасында орнымнан тұрып, залға бардым. Шамды жақтым. Қанделдің сәуле шашып, сол бөлмеге ғана емес, бүкіл пәтерге көрік беріп, үйдің сәнін келтіріп, сол қалпы құлпырып тұрғанын көргенде, барып көңілім орнына түсті. Соның алдында бір көрген түсімде алтын білезігімді ортасынан қақ айырып алыппын ба, Тәңірім-ау. Бір уақыттары сонша разы болған, өзімді қатты қуантып, талай-талай рақатқа бөлеген орын жай. Дүние мүлік, киім-кешек, бағалы заттар, алтын бұйымдар, осыларға күні кешеге шейін алданып келгеніме қазір сондай өкінем. Егер аяулы әкем анадай қайғылы жағдайға қазаға ұшырамаған болса, 10 жерден дәрежелі профессор табыстақ болсын, өзімнен сонша жас үлкен адамға әйел боп тіріде барар медім. Мұндайға ешқашан бармаған болар едім. Алатаудай қорғаным, көкем тұры тұрғанда, мынадай кексе біреуге шын жерден дәрежелі атақты болсын, әйелдікке
бармауыма келісер ме еді? Байғұс шешем де басында байла деп өлсе де айтар ма еді? Өмір озар, бәрі өзгерер, бірақ менің оған деген ақ махаббатым ешқашан өзгермек емес. Мәңгі бақи сол күйі қалары хақ.